Ағаш жапырақтары сарғайып, күн нұрын сирек шашып, күңіреніп күз жеткенде құстар жылы жаққа қайтып кетеді. Осы бір табиғи құбылысты даратуға Нұрғиса Тілендиев «Құстар қайтып барады» әніне салған еді. 1965 жылы ол кезде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері деген атағы бар ұлы сазгер Нұрғиса Тілендиев Қазақфильм киностудиясында музыкалық бағдарламалардың бас редакторы қызметін атқарған екен. Бірде жұмыстан шығып көңілсіз күйде үйіне қарай тартады. Сірә жұмыста бір дүниеге көңілі толмаса керек. Алматыдағы 28-ші Панфиловшылар саябағына аяңдай келіп, орындыққа отырып айналасына қарай бастайды. Кенет көзіне ұшып жүріп, ағашқа келіп қонған тырнаға түседі. Жаңа қонған тырнаға ағашта отырған өзге құстар, оның ішінде қарғалар тыныштық бермейді. Қайта-қайта келіп шоқып мазасын алады. Құстардың бұл әрекетін көрген сазгер адам мен құстың өмірі қандай ұқсас деген ойға келеді. Жер бетінде адам баласы бір-біріне сұстана қарап, қызыл сөзге жол беріп, бір-бірін көре алмай қудалап жатады. Бұл әрекет құстардың да өмірінде бар екен-ау. Тырнаны қарғалар отырғызбай қойды. Мен болсам, көзге жас алып, үйге қарай беттедім деп, үйге келген бойда саябақтағы жағдайды жары Дариға Тіленді келініне айтып береді. Саябақтағы оқиғалар сазгер жүрегінде қалып, көңіліне тигені соншалықты. Ол «Құстар қайтып барады» әнін дүниеге әкеледі. Кейін Тұманбай Молдағалиев бауырын шақырып алып, әннің шығуына ықпал еткен жағдайды баяндап, көңілі босағанын айтып береді. Ақын інісі ағасын мұқият тыңдап ән мәтінін жазуға бел буады. Осылай «Құстар қайтып барады» әні халық назарына ұсынылады. Бұл әннің алғашқы орындаушысы Қазақстан Республикасының халық артисі Роза Жаманова. Кейін қос дауыста сол кезде өнерге енді ғана қадам басқан Бақыт Әшімова мен Шолпан Тоқсанова деген жас әншілер шырқады. Осы ән арқасында жас әншілердің есімдері кеңінен таралды. Ән танымалдылыққа ие болып, «Құстар» әні, «Бара жатыр құс қайтып», «Құстар қайтып бара жатыр» деген атауларға ие болды. Сазгердің жүрегінен шыққан әуенді сырын бұзбастан тек шебер орындаушы ғана жеткізе алады. «Құстар қайтып барады» әнін Қазақстан Республикасының халық әртістері Майгүл Қастұрғанова, Ермек Серкебаев, Нұрғали Нүсіпжанов сияқты саз өнерінің майталмандары шырқады. Нұрғиса Тілендиев көзі тірісінде өз концерттерінің барлығын осы әнмен аяқтайды екен. Өзі шығарған туындылардың ішінен бұл әнді жанына жақын тартып, ерекше санаған. Қайтпас сапарға аттанар сәтінде мені «Құстар қайтып барады» әнімен шығарып салыңдар деп аманат еткен екен.